Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге меренговый рулеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқалардың сыртын жуып дайындап аламыз. Сонан соң жұмыртқаның ағы мен сарысын бір-бірінен ажыратамыз. Жұмыртқаны жарып жатқанда сары уызы кішкене жарылып өтіп кетуі мүмкін. Сол үшін өзіңізге сенімді болу үшін осылай жеке ыдысқа ажыратып, осылай құйып отырсаңыз да болады. Немесе үлкен ыдысыңызға бірден ажыратып алуға болады. Ақ уыздың барлығын ажыратып алғаннан соң миксермен төменгі жылдамдықтан бастап араластырып бастаймыз. Аз-аздан қант сала отырып көпіртіп аламыз. Ақ уызымыз көлемді және өз-өзін ұстап тұра алатындай, ыдыстан ағып кетпейтіндей болып көпіргенше осы миксердің жылдамдығын асыра отырып көпіртіп аламыз. Неге осындай болып дайын болды. Енді оны пергаментке немесе осындай коврикке жайып дайындап аламыз. 150 градус қызып тұрған пешке 30-40 минутқа қойып пісіріп аламыз. Неге біздің рулетіміздің коржы дайын болды. Енді оны суығанша қойып қоямыз. Осындай сынғыш болып пісіп шығады. Біздің коржымыз суығанша кремін дайындап аламыз. Салқын сливкені өлшеп ыдысқа құйып аламыз және миксердің төменгі жылдамдығынан кішкене көпіріп бастағаннан кейін сахарная пудраны, яғни қант ұлпасын қоса отырып араластырып аламыз. Сіз егер тәттіні қалайтын болсаңыз, тағы да сахарный пудрадан қоссаңыз болады. Осындай қою болып крем дайын болғанда бірден миксерді тоқтатамыз. Осылай коржымыздың төменгі бетін қойып алып, кремнің кішкене бөлігін алып қаламыз және қалған бөлігін осылай ортасына жақсылап жағып шығамыз. Өте қатты шетіне шығарып жібермей, себебі орағанда қазір ол ағып кетуі мүмкін. Неге осылай барлық жеріне бірдей етіп кремді жағып шығамыз. Сонан соң сүргінің көмегімен рулетімізді орай бастаймыз. Осылай сынғыш бізде рулет пісіп шығады. Өте қатты сынып кеткен жерлері кейін креммен жұмсарып өте әдемі болып тұрады. Осылай ыдысқа әдемі етіп орналастырамыз. Рулетіміздің үстіңгі бөлігін безендіріп аламыз. Ол үшін кремімізді осындай насадканың көмегімен үстіне орналастырып шығамыз. Неге осылай үстіне қалауыңызша клубника, түрлі жидектермен безендірсеңіздер болады. Менде қазір қатырылған малина. Осы малиналарды қойып тәбет ашу үшін безендіреміз. Сонымен біздің меренговый рулетіміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видео ұнаса, лайк басып комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар.